Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Орал қаласы бойынша 2025 жылдың 10 айындағы эпидемиологиялық ахуал туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Гаухар Мухсинқызы Дүйсеғалиева, Орал қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы. Ендеше Гаухар ханым, қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, саламатсыздар ма тағы да. Орал қаласында 2025 жылдың 10 айлық өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда эпидемиологиялық жағдай қолайлы деп айтуға болады. Яғни жаппай тамақтанулану, құтыру, тырысқақ, оба, сібір жарасы сияқты ауру инфекциялар тіркелген жоқ. Жедел ішек инфекцияларының эпидемиологиялық жағдайы өткен жылдағыдай да тұрақты, дизентерия мен сырқаттанушылық 9 жағдайға төменделді. Белгіленген жедел ішек инфекциясы 2 жағдайға, белгіленбеген жедел ішек инфекциясын 3-2 есеге төмендеді. Дей тұрғанмен соның ішіндегі сальмонелла инфекциясының 1-6 есе өсуі бар. Яғни 2024-те 42 жағдай болса, 2025 жылы 70 жағдайы тіркелді. Бұлар ұйымдастырылған ұжымдар баратын ересектер мен балалар арасында 55 жағдайға, ұйымдастырылмағанның арасында 45 жағдайға тіркелді. Өсудің ықтимал себептері қауіпті өнімдерді пайдалану, сақтау, пісіру жағдайларының бұзылуы, ауруды алдын алу мақсатында ошақта эпидемиологиялық тексеру жүргізіледі, түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылуда. Қалада жедел вирустық гепатит А 2 жағдайға тіркелді. Өткен жылы 9 жағдай, яғни төмендеуін байқап отырмыз. Сондай-ақ вирустық Б гепатиті 4 жағдайға төменделіп отыр. Паразитологиялық инфекцияларды айтатын болсақ, эпидемиологиялық жай күйі тұтастай алғанда тұрақты, эхинококкозбен сырқаттанушылық 2 жағдай, апистархозбен 1-4 есе, лямблиозбен 1-9 есе төменделуі байқалды. Алайда аскаридоз сырқаттанушылығы 1-1 есеге, энтеробиоз 1-3 есеге өсімі бар. Сырқаттанушылық мектеп жасына дейінгі балалардың арасында кездеседі. Негізгі себептер жеке бас гигиенаның бұзылуы, жуылмаған көкөністер мен жемістерді пайдалану. Сырқаттанушылықтың өсуін төмендету мақсатында санитарлық ағарту жұмыстары, сапалы сумен жабдықтауды бақылау, алдын алу бойынша тексерулер уақытылы жүргізілуі күшейтілді. 10 айда бруцеллездің 5 жағдайы тіркелді, ауру көрсеткіші бойынша 4 жағдайға артып отыр. Эпидемиологиялық тергеу жүргізілуде, тұрғындар мен мал шаруашылығының қызметкерлері арасында түсіндіру жұмыстары күшейтілуде. Бүйрек синдромы геморрагиялық қызбаның расталған 7 жағдайы тіркеліп отыр. Былтыр ондай ауру болған емес. Бұл ауру табиғи түрде вирустық болып табылады. Ауру кеміргіштердің секрецияларымен ластанған шаңды жұту арқылы адамға аэрогендік және байланыс арқылы беріледі. Бүйрек синдромы геморрагиялық қызба тіркеу кезінде ошақтарда эпидемиологиялық тексеру жүргізіледі. Болжамды ошақтарда дератизация процестері ұйымдастырылады. Жедел қызба жағдайларының мониторингі қазіргі таңда күшейтілді және халық арасында санитарлық ағарту жұмыстары күшейтіліп отыр. Белсенді туберкулезді айтатын болсақ, 85 жағдай тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда өсімнің 1-5 есеге төмендегенін көрсетіп отыр. Туберкулездің асқынған жағдайлары тіркелген жоқ. Ауа тамшылы инфекциялар бойынша желшешек ауруы 1 есеге төмендеді. Өткен жылмен салыстырғанда қызылша ауруының 879 жағдайға, сондай-ақ көкжетел ауруының 3-1 есеге төмендеуі байқалды. Есепті кезеңде скарлатина мен сырқаттанушылықтың 1-3 есе өсуі тіркелді. Науқастардың негізгі контингенттері 14 жас 329 жасқа дейінгі балалар, студенттер арасында 15-17 жас аралықта 11 жағдай, ересектер арасында 16 жағдай тіркеліп отыр. Сырқаттанушылықтың себебі бұқаралық іс-шаралар кезеңінде сырқаттанушылар санының уақытылы ұлғаюы, ұжымдық иммунитеттің төмендеуі. Бұл ауруды азайту мақсатында балабақшалар мен мектептерде таңертеңгі сүзгі ұйымдастырылды, түсіндіру жұмыстары жүргізілуде, ауруға мониторинг және алдын алу шараларының кешендері күшейтілді. Жедел респираторлық вирустық инфекция және тұмау бойынша қазіргі кезең бұл маусымдық кезеңге тән ауру. 1 қазаннан бастап жедел респираторлық вирустық инфекцияның 24086 жағдайы тіркелді. 14 жасқа дейінгі балалар арасында 17023, оның ішінде 1 жасқа дейінгі балалар арасында 293 жағдай тіркелгенін көріп отырмыз. Жүктілік бойынша есепте тұрған арасында ауырған жүкті әйелдердің саны 33 жасты құрап отыр.
Эпидемиологиялық кезең басталғаннан бері тұмаудың 64 жағдайы тіркелді. Орал қаласы бойынша бізде А штаммы бар тұмау тіркелуде. Тұмаумен қатар тұмаусыз вирустарда таралады, яғни барлық тіркелген аурулар бойынша лаборатория зерттеулер жүргізіледі. Сол зерттеулердің ішінде 213 үлгінің 95-і гриппоздық емес вирустарға оң нәтиже беріп отыр. Яғни арасында риновирус, парагрипп, аденовирус, БК-вирус деген аурулар бар. Қаланың 34.780 тұрғыны тұмауға қарсы вакцинамен қамтылған. Бұл көлем осал топтардағы халықтың 10%-ын қамтып отыр. Бүгінгі таңда жағдай қатаң бақылауға алынуда. Ағымдағы жылдың 1 қазанынан бастап медициналық ұйымдарда бетперде режимі енгізілді. Медициналық ұйымдарға кіреберісте жедел респираторлық вирустық инфекция тұмау белгілері бар адамдар үшін сүзгілер жұмысы ұйымдастырылды. Температуралық, дезинфекциялық режимдерін сақталу қамтамасыз етілді. Сондай-ақ үй-жайлардың санитарлық жағдайына бақылау күшейтілді. Балалардың оқыту және тәрбиелеу ұйымдарында оқушылардың сырқаттанушылығы мен сабаққа қатысуының күнделікті мониторингі жүргізіледі. Белгілері бар балаларға арналған күнделікті таңертеңгі сүзгі ұйымдастырылды. Және де бас мемлекеттік дәрігердің 22 қыркүйек айындағы номер 6 қаулысына сәйкес жалпы білім беру ұйымдарында оқушылардың жедел респираторлық вирустық инфекция тұмау ауруына 20-30%-дан бастап тіркеу кезінде бір сыныптағы бір инкубациялық кезең ішінде оқытудың кабинеттік жүйесі жүргізілмейді және 10 күнтізбелік күн ішінде сыныптарға жаңа балаларды қабылдауға тыйым салынады. Бір инкубациялық кезең ішінде аурушаңдық сынып санының 30%-дан асқан жағдайда оқушыларды қашықтықтан оқытуға ауыстыру тағайындалады. Құрметті қала тұрғындары, жүргізілетін профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шаралардың арқасында жағдай бақылауда қалып отыр. Алайда санитарлық гигиеналық ережелерді сақтамаған жағдайда инфекциялық аурулардың одан әрі таралу қаупі сақталады деп күтілуде. Жеке қорғаныс шараларды, жеке тұрмыстық гигиена ережелерін қатаң сақтау, аурудың алғашқы белгілері пайда болған кезде уақытылы медициналық көмекке жүгініп, сондай-ақ медициналық мамандар санитарлық қадағалау органдарының ұсыныстарымен орындалғаны дұрыс. Рахмет. Алаңызға түскен сұрақтар легіне көшсек, екі сұрағымыз бар. Алғашқысы, ЖРВИ тұмау ауруына сәйкес білім беру ұйымдарында қабылданған қаулылар жайлы толығырақ айтып өтсеңіз, және осы тұста уақытша жабылған мектептер немесе сыныптар бар ма? Жоғарыда айтып кеткенде 1 қазаннан бастап бізде эпидемиялық кезең басталды. Ол маусымдық кезеңге сәйкес ЖРВИ тұмау аурулары қазіргі таңда өсімі төмен болғанымен, бірақ эпидемиялық маусымға сәйкес бұл аурулар өте жиі кездесетін ауру. Енді эпидемиялық маусым кезінде бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысы шықты. Оған қоса санитарлық тараптарда 47-ші өзіміздің бұйрығымыз бар. Сол бұйрыққа сәйкес бүгінгі таңда біздер күнделікті мониторинг алып отырмыз. Яғни медициналық қызметкерлер мектеп арасында өздерінің балалардың мектепке келуін айтып отыр. Және бір инкубациялық кезеңде егерде ЖРВИ тұмау ауруларымен ауырып жатқан балдар болатын болса, міндетті түрде олардың класс сыныптарын жабаламыз. 30%-дан, егер бір класста, бір сыныпта 30%-дан аса бала болмаған жағдайда. Қазіргі таңда біздер екі мектептің ішіндегі 3 класты жауып отырмыз қаулы бойынша. Жақсы, рахмет Гаухар Мұхсенқызы. Алаңызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.